Қайырлы күн оқушылар, бүгін дүниежүзі тарих бойынша 6-шы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз ежелгі Грекия мемлекеті, ал жоспар бойынша бастайық. Біріншіден, ежелгі грек өркениет ошақтары мен отарларын қарастырамыз. Екіншіден, ежелгі грек полис қала мемлекеттері. Үшіншіден, Грекияның экономикалық дамуы. Төртіншіден, эллинизм дәуірі. Бесіншіден, Грекия аумағында қалыптасқан философиялық мектептерді талдайтын боламыз. Ал бастайық. Бірінші, Грекия. Грекияның географиялық картаға назар аударатын болсақ, қайда қалыптасты? Яғни Еуропаның оңтүстік бөлігі Балқан түбегі деп аталады. Ал Балқан түбегінің оңтүстігіндегі бөлік бұл Грекия жері деп аталады. Грекия жері тарихтан 3 бөлікке бөлінген. Бірінші, солтүстік Грекия аумағы бұл Фракия жері деп аталады. Екінші, орта Грекия бұл Аттика территориясы деп аталады. Яғни бұл орталықтың қаласы Афины қала мемлекеті болды. Немесе полис деп атаймыз. Үшінші, бұл оңтүстік Грекия аумағы. Оңтүстік Грекия аумағы Пелопоннез аймағы деп атаймыз. Яғни Пелопоннездің орталығы бұл Спарта қала мемлекеті болды. Ал Грекия өркениетінен екі негізгі өркениет қалды. Бірінші, бұл Крит аралында қалыптасқан Крит мәдениеті. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші және 2-ші мыңжылдықтан 15-ші ғасырда вулканның атқылауынан жойылған болатын. Екінші мәдениет бұл Ахейлік мәдениет дейміз. Бұл біздің заманымыздан бұрын 15-ші және 12-ші ғасырларда Ахейлік қала мемлекеттерінен пайда болған мәдениеттер. Ал бастайық ары қарай. Бірінші, Криттік мәдениеттен бастайық. Крит мәдениеті өркениеттің ең алғашқы ошағы. Яғни Крит аралында пайда болып 15-ші ғасырда вулканнан жойылып кетті. Ал Крит мәдениетін тарихқа шығарған, жарыққа шығарған бұл 20-шы ғасырдың басындағы 1900 жылы ағылшын археологы Артур Эванс Кнос қаласының орнынан Криттің атақты патшасы болған Миностың 300-дей бөлмесі бар сарай қалдығын тапқан болатын. Бұл археологиялық үлкен жаңалық болды. Ары қарай жалғастырайық. Екінші, Ахейлік мәдениет Ахейлік қала мемлекеттерінен дедік. Яғни бұл қала мемлекеттерге жатады. Микены, Пилос, Тринф деген сияқты қалалар, полистер жатады. Ал Ахейлік мәдениет 15-ші және 13-ші ғасырларда гүлденді, өзінің шарықтау шегіне жетті. Ал біздің заманымыздан бұрын 13-ші және 12-ші ғасырда Ахейлік мәдениет тіршілігін тоқтатты, яғни жойылып кетті. Ал бұны тарихқа шығарған 1876 жылы Микеныдағы қазба жұмыстарын жасаған археолог Генрих Шлиман болды. Генрих Шлиман зәулім дуалдары бар П әрпіне ұқсас арыстандар қақпасын көріп, сонда қазба жұмыстарын жасады. Ары қарай жалғастырайық. Енді грек өркениеттерінің негізгі отарларының пайда болуына назар аударайық. Біздің заманымыздан бұрын 8-ші және 6-ші ғасырларда Грекия аумағы Балқан түбегінің оңтүстігі, Эгей теңізінің аралдары, Кіші Азияның батыс жағалауын қамтыды. Бірақ уақыт өте келе не істеді? Гүлденді. Нәтижесінде колонизация пайда болды. Бұл грек отарлау дәуірі деп айтамыз. Яғни бұл біздің заманымыздан бұрын 500-ші жылға сәйкес келеді. Картаға назар аударамыз. Бұл батыста Сицилия аумағы болды, оңтүстік Италия аумағы, оңтүстік Франция аумағы және Испанияның шығыс жағалауы, солтүстікте Фракия және жерорта теңізінің Қара теңізге өтетін бұғаздары қамтыды. Сонымен қатар оңтүстік шығыс, солтүстік Африка, Леванте аумақтарын қамтыған болатын. Сонымен қатар Грекияда ең алғашқы Олимпиада ойындарының бастау алғандығын білеміз. Ары қарай жалғастырайық. Енді полистер қала мемлекеттерінің заңдық жүйесі және полистерге назар аударайық. Заңдық жүйеге сәйкес Грекиядағы ең негізгі байлық не? Жер әрине. Жерге шектеу болды. Яғни біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырда Спартада шаруаларға жерді түбегейлі беруге тыйым салды, мәңгіге деген сөз. Яғни ал Афинада осыған сәйкес өзгеріс болды. Яғни Салон реформасынан кейін бір адам шектен тыс жерге иелік етуіне тыйым салынған болатын. Ал полистерге назар аударайық. Мысалы, Египетте біз қала мемлекеттерін омдар деп атасақ, ал Грекияда қала мемлекеттерді полистер деп атадық. Полистер
Родос аралында 3 дербес полис болады. Ол Крит аралдарында 10-ға жуық үлкен полистер болды. Оның ішіндегі ең ірісі бұл Пелопоннез аймағындағы Спарта полисі. Қала мемлекеттері болған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Енді грек полистеріндегі негізгі саяси құрылысы мен полистегі әлеуметтік қатынастарға назар аударайық. Грекия аумағындағы екі негізгі басқару жүйесі қалыптасты. Яғни біріншісі бұл демократиялық басқару жүйесі дейміз. Яғни демос деген халық дегенді білдіреді, ал кратия деген билік. Яғни кімнің билігі? Халықтың билігі орнады деген сөз. Екінші билік бұл олигархиялық басқару жүйесі деп атаймыз. Яғни олигархия бұл аз адамдардың билігі, яғни ақсүйектердің билігін айтамыз. Демократия Афины қаласында, ал олигархиялық басқару жүйесі Спарта қаласында болған болатын. Ал енді әлеуметтік қатынастарға назар аударсақ, халық екіге бөлінеді. Тәуелді шаруалар және жат жерліктер болып, жат жерліктерді метектер деп те атағанбыз. Ал бұл әлеуметтік сатының ең төменгі сатысында тұрған құлдар болды. Ал құлдар Спарта қаласында ерекше аталды, яғни илоттар деді. Ал құлдар қалай көбейіп отырды? Яғни соғыс кезінде қолға түскен тұтқындар есебінен толықтырылып отырған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Демократияның Афинадағы ең дамыған кезеңі бұл біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасыр. Ал 5-ші ғасырда экономикалық даму басталды. Афина қаласы негізгі сауда орталығы болды. Әрі Египеттен бидай, Африкадан піл сүйегі, Қара теңізден ірі қара малдар, балауыз, терілер әкелінді. Яғни экономикалық пайда болса, ақша айналымына бірден әсер етті. Нәтижесінде әртүрлі несиелік, яғни қазіргі кредиттік жүйеге ұқсас өсімқорлық, яғни пайыздық жүйелер пайда болған болатын. Ал енді саяси дамуына назар аударсақ, Грекия тарихында үлкен соғыс болды 30 жылдан астам. Яғни бұл тарихта Пелопоннез соғысы деп аталды. Пелопоннез соғысында кімдер соғысты? Солтүстік Фракия аумағы және орталық Аттика аумағы бірігікті. Екеуі негізгі қаланы шығарды. Бұл Афины қаласы. Яғни Афины қаласы мен Пелопоннез аймағындағы Спарта қаласының арасындағы соғыс Пелопоннез соғысы деп біздің заманымыздан бұрын 431 мен 404 жылдар аралығын қамтиды. Ал бұл соғыстың Грекия үшін үлкен зардабы болды. Яғни экономикалық болсын, саяси болсын құлдырау басталды. Ал бұны пайдаланып кеткен Грекияның солтүстігіндегі көршісі Македония болды әрине. Македония патшасы 2-ші Филипп мемлекеттің негізін қалады. Ал 338 жылы гректер мен Македония арасында Херония шайқасы болды. Ең алғашқы шайқас. Нәтижесінде 2-ші Филипп Грекия аумағын қала мемлекеттерді талқандап басып алды, өзіне тәуелді етті. Ал 337 жылы 2-ші Филипп Грекияның полистер одағын құрды, ал сол одақты өзінің қарсыласы Парсы империясына қарсы қолданды. Яғни 336 жылы грек полистерін парсылардан Кіші Азиядағы жерлерді азат етеміз деген желеумен шығысқа, жорыққа бастаған болатын. Ал бұл жорықтағы ең үлкен ерлік кімге тән? Әрі 2-ші Филипптің баласы Александр Македонскийге немесе Ескендір Зұлқарнайынға тиесілі. 2-ші Филипптен кейін билікке Александр келді. Яғни 334 жылы шығысқа жорық жасады. Нәтижесінде бұл тарихта ұлы жорық деп аталып, үлкен империя аумағын қалаған болатын. Бұл империя аумағында монархия қалыптасты, әрі бұл біздің заманымыздан бұрын 324 жылға дейін өмір сүрді. Кейін Александр Македонскийдің қолбасшылары арасында империя аумағы бөлшектеніп кеткен болатын. Ал енді үлкен империя аумағынан бізге не қалды? Александр Македонский соғыс жасаған жерлерде Александрия деген қаланы салғыза берді. Яғни басып алған жерлерде Александрия деген 10 шақты, 20 шақты қалалар пайда бола бастады. Нәтижесінде Египет аумағындағы Александрия қаласында үлкен кітапхана болды. Онда 700 мыңнан астам кітаптар және қолжазбалар сақталған болатын. Ал біздің заманымыздан бұрын 324 жылы Александр Македонский шығыстан жорық
үйіне қайтатын Вавилон қаласына келеді. Сол қаланың маңында жаңағы жолда ауруға ұшырап, аурудан 323 жылы 32 жасында Александр Македонский қайтыс болған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Енді эллинизм дәуірі дейміз. Эллинизм деген терминге назар аударайықшы. Бұл қайдан шыққан? Эллинизм деген термин гректер мен грек мәдениетінің шығысқа енуінен пайда болған. Яғни гректерді көршілері эллиндіктер деп атаған. Яғни біздің заманымыздан бұрын 323-330 жылдары шығыс жерорта мемлекеттер тарихының кезеңі бұл эллинизм дәуірі деп тарихта қалды. Ал Александр Македонский қайтыс болғаннан кейін империя аумағында жаңа патшалықтар қалыптасты. Яғни қолбасшылары мемлекетті бөліп алған болатын. Ал енді бастайық. Біріншіден, Египет аумағында картаға назар аударамыз. Птолемей әулеті билікке келді. Екінші, Сирия аумағында Селевкілер мемлекеті. Үшіншіден, Македонияның өз жерінде Антипатр қолбасшы басқаратын мемлекет пайда болды. Үшіншіден, ірі мемлекеттермен қатар кішкентай мемлекеттер патшалықтар қалыптасты. Яғни Кіші Азияда Пергам, Понти патшалығы, Бифиния деген сияқты ұсақ мемлекеттер пайда болды. Ары қарай Қос өзеннен шығысқа қарай қарасақ, шығыста Парфия деген мемлекет пайда болды және Бактрия дейтін тулары биік көтерілген ел пайда болған болатын. Яғни империя аумағы ірі және ұсақты мемлекеттерге ыдырап кетті. Ары қарай жалғастырайық. Эллиндік дәуір ұзақ уақыт өткеннен кейін Рим империясының құрамына сіңісіп кетті. Яғни біздің заманымыздан бұрын 196 жылы Рим империясы гректер арасындағы монархияны жойды, яғни басып алды. Одан кейін грек полистеріне бостандық жариялады. Бірақ бұл бостандық кері әсер етті. Яғни полистер одағы таратылғаннан кейін Грекияда демократияның орнына олигархиялық билік жүйесі орнады. Яғни аз адамдардың билеуі. Сонымен қатар Рим біздің заманымыздан бұрын 30 жылы Рим әскерлері Египетті жаулап алады. Ал бұл тарихтағы, яғни Египет ең соңғы эллиндік мемлекет еді. Ары қарай жалғастырайық. Философиялық мектептер, яғни Грекия аумағында 3 негізгі философиялық мектептер қалыптасқан болатын. Яғни біріншіден бұл стоиктер деп тарихта қалды. Яғни стоиктердің тұжырымы бойынша, егер дейді, адам байлыққа, атаққа ұмтылмаса, қайырымдылық жасаса, қоғам алдындағы өзінің борышын атқарса, онда нағыз бақытқа жетеді деп санаған болатын. Ал екінші билік бұл эпикуршылдар мектебі пайда болды. Эпикур негізін қалаған, яғни эпикуршылдардың пікірі бойынша адам өз тағдырымен ажалы алдындағы қорқынышты жеңе білуі керек дейді. Сонда эпикурдың бір сөзі бар. Елеусіз өмір сүр дейді. Кімнің аз нәрсеге қанағаты болмаса, бәрі оған аз көрінеді деп тұжырымдаған болатын. Және үшінші мектеп бұл киниктер мектебі деп аталды. Киниктер деген Грекияда сыйлы болды. Яғни полистағы идеалды азамат болып, рухани күшті тұлға бола білді. Данышпанның бейнесінде таныла бастап, өзіне грек халықтарына не істеді? Жол көрсететін тұлғаларға айналған болатын. Сонымен бүгінгі 6-шы сабағымыз аяқталды. Сапалы білім, саналы тәрбие үшін зерделі ақыл ой дамыту орталығымен бірге болыңыздар.